Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгінгі шолуда сіздерді осы аптадағы Қаз Новости ақпараттық порталында жарияланған маңызды жаңалықтармен таныстырамыз. Алдағы 3 жылда Атырау облысында 55 мың адам жұмыстан босайды. Бұл туралы Атырау облысының әлеуметтік экономикалық даму мәселелері жөніндегі кеңесте мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев айтты. Экс-министр Елжан Біртановқа белгілі бір уақытқа үйінен шығуға рұқсат берілді. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің бірінші вице-министрі Қайырбек Өскенбаев мамырда жылжымайтын мүлік нарығындағы бағаның тұрақтанатынын мәлімдеді. Қазақстанда коронавирус жұқтырғандар саны 300 мыңнан асты. Еліміз вирустың таралуы бойынша қызыл аймақта тұр. Қазақстанда 800 мыңға жуық адам вакцина алды, ал отандық Қазвак вакцинасын қазақстандықтарға салу 26 сәуірде басталады. Ақмола облысында полицияға көмектескен тұрғындарға 1 миллион теңгеден астам сыйақы берілді. Қазақстанда рұқсаты бар 14 мыңнан астам шетелдік азамат жергілікті атқарушы органдардың рұқсатымен Қазақстан Республикасының аумағында еңбек етіп жүр. Маңғыстау облысы Түпқараған ауданындағы теңіз жағасында 20 түйенің өлігі табылды. Мамандардың сөзінше жануарлар суға батып кеткен. Биыл бақытты отбасы бағдарламасы бойынша 5 мың пәтер беріледі. Бағдарламаға өтінім қабылдау басталды. Болашақ бағдарламасы бойынша білім беру стипендиясын тағайындауға құжат қабылдау 4 мамырдан басталады. Әлемнен бірер ақпар. Үндістан коронавирус жұқтырғандар саны жағынан антирекорд орнатты. НАСА тікұшағы Марсқа жасаған алғашқы рейсін аяқтады. Ол Марс бетінен бірнеше метрге көтеріліп, кейін қайта төмендеді. Спорттан бірер ақпар. Алматыда күрес түрлерінен Азия чемпионаты аяқталды. Жерлесіміз Олег Болтин еркін күрестен Азия чемпионы атанды. Маратбек Мықтыбеков Қазақстан бокс федерациясының атқарушы директоры лауазымына тағайындалды. Осы және өзге де маңызды жаңалықтарды Қаз Новости ақпараттық порталынан оқи аласыздар. Келесі аптада кездескенше аман болыңыздар.